Өзінің өртке тиген өлеңдерімен ізгілікке тәнті, сұлулыққа шөлі қанбайтын, бүкіл қазақ халқының асқақ рухын аспанға көтерген Қасым Аманжолов қазіргі Қарағанды облысының Қарқаралы ауданындағы Қызыл деген жерде 1911 жылы дүниеге келеді. Әке-шешеден жастай жетім қалған, ол біраз жыл ағасының қолында өседі. Алғашында жаңадан ашылған ауыл мектебінде оқып, сауатын ашады. Кейін 1929 жылы ағасы Қасымды Семей қаласындағы интернатқа орналастырады. Қасым онда 1927 жылға дейін тәрбиеленеді. Осыдан әрі қарай 3 жыл Семей мал дәрігерлік техникумында оқиды. Алғашқы өлеңдерінде осы кезде жазады. 1930 жылы Алматыға келіп, біраз уақыт Лениншіл жас газетінде жұмыс істейді. 1931 жылы Ленинградтағы орман шаруашылығы институтына түседі. Бірақ денсаулығына байланысты және түскен оқуын да онша ұната қоймағандықтан, бірер жылдан кейін елге оралып, Орал қаласында екпінді құрылыс газетіне қызметке орналасады.